Джип Wrangler. Бізде баяғыда джип деп мынандай үлкен машиналарды айтатын еді ғой. Джип деген негізі бұл американдық кәдімгі тек бір машинаға қатысты ғана марка ғой, модель ғой, былайша айтқанда. Және де бұл автокөлік жайлы қазір кішігірім ақпарат айта кетейік. 2022 жылғы не битый, не крашеный, запасқа осындай багажда болады. 4 есікті, бұның 2 есіктісі де бар. 3.6 объем двигательмен, бензинмен бар. Және де мынандай тиімді вариантын айтайын сіздерге. 2 куб гибрид, тау-тасқа арналған толық жетекті. Бұның қорапшасы, моторы барлығы осы неге арналған жаңағыдай 2 куб. Және мынаны зарядкілестер. Былайша айтқанда әрине электро зарядтайсыздар, гибрид өз-өзінде зарядтайды. Және де бензин де құясыздар. Міне өте әдемі автокөлік. Бескүлші доступ бар. Қыстық жағдайға арналған. Міне беркісін қарап кетсеңіздер болады. 2022 жылғы пробег бар болғаны 13.100 километр ғана, то есть мильмен ғана, 13.100 мильмен американдық. Мына жерде автодальный светтермен, мына гибрид қосуға болады, электро режим қосуға болады, және ESAF дейді. Стеклоподъемник складывающий подогревмен, стеклоподъемник центр замогында бар, адаптивный круиз контрольмен. Және де бұның бір қызығы, мына төбесін барлығын алып тастауға болады. Ана жақтың барлығын төбесін алып тастауға болады. Және мына жерге тек қана бір холодильник қойсаңыздар болады, оны қойып беруге болады. Және мына жерде зарядкілер, подстаканник, понижайка, повышайка, 4ВД, 2ВД, барлық режимдармен, стеклоподъемник, пуштармен, мұнда мониторы бар. Статусқа арналған, мына жерде былайынан ұстап отыруға, барлық андағы стойка бар, ұстап отыратын, мұнда стойкада ұстап отыратын, мына жерде ұстап отыруға болады. Башқанда нағыз охотаға немесе жылқы қайыруға, поляға барлық жер кете береді универсальный. Қалада да кәдімгі түрі бір сұлу өзіндік жаңағыдай стилі бар. Мына арт жағын қараңыздар, артында да подогревтермен, стеклоподъемник, зарядка. Мынаның барлық усиление стойкада тұр. Ішінің бәрі қараңыздар. Колонкілері, подсветкілері, усиление стойкамен барлық керемет машина негізі. Арты 2 бөліктен ашады. Үстіндегі айнасын бөлек ашуға болады. Мына жерде барлық мұны схемалары көрсетіліп қойған. Мына жақта артық заттар салуға болады. Барлық усиление ала сақтасын, бірақ кез келген жағдайға дайын тұрған автокөлік қой. Нейтін еді? Экстремалға. Альпин. Және де, по-моему, менің ойымша арттарында болттармен тұр. Тек қана артын жеке шешіп алып тастауға болады. Жаздың күні кез келген қолайлы. Так, міне астының клиренстің биіктігін қараңыздар. Арықтары бәрі керемет. Линзы оптикада күшті барлық. Фаркоптармен сүйреуге, мына жерге любет қойыстар, номерін жанына тағастар, болды, баса беру. Бағасына келер болса, осы жерде бағасы 2022 жылғы мынау бағасы 140 мың дирхам дейді. Жолын барлығын, документация барлығын қосқанда, мен сіздерге айтайын, примерно бағасы бұның 23 миллион 800 ба солай кетеді под ключ барған кезде. Ал Қазақстанда бұлар 36 миллионнан басталады, алды 54 миллионға дейін. Сатсаңыздар да пайдасы бар, айдасаңыздар да эконом пайдасы бар.